Қайырлы күн баршаңызға. Менің каналыма қош келдіңіздер. Менің тыңдармандарым, видео ұнап жатса, лайк басып тіркеуді ұмытпаңыздар. Анам менің әкеме үйленбей тұрып, тұрмыста болған. Күйеуі басқа әйел алған. Сол себепті анам шыдамай кетіп қалған екен. Иә, әңгіменің басын осымен бастадым. Қызық болса, соңына дейін тыңдаңыз. Қазір жасым 21-де, иә 21-де болсам да тұрмысқа шығып тіпті ажырасып үлгердім. Оның барлығын жәймендеп түсіндіремін. Анамның бұрынғы күйеуінен бір ұлы бар. Ол ағам қазір үйленген, үй жайы бөлек. Бұрынғы күйеуі анамды елемей басқа ел алған соң, анам нағашы ата әжемнің үйіне барып тұрған. Шамамен 2 жылдай. Ол кезде ағам Ерман 5 жаста болған екен. Біраз уақыттан соң нағашы әпкем анамды бір жігітпен таныстырады. Бірақ анам оны ұнатпаған көрінеді. Себебі ол өзінен 13 жас үлкен. Әрі құлағы естімейді. Қанша қарсылық танытса да нағашы әпкем анамды көндіріп, ақыры сол кісіге тұрмысқа шығуға мәжбүр қылады. Ол заманда ажырасып келу деген тозақпен бірдей, намыс, ар ұят деген мықты ұсталынған. Ақыры анам көніп, болашақ күйеуімен жолығуға барады. Кездесу ол күйеуінің құлағы дұрыс естімейді. Барлық нәрсені айғайлап айтуға тура келеді. Алатын зейнетақысы бар. Құлағында арнайы құрылғысы да бар екен. Күйеуінің 3 қызы, 1 ұлы бар. Олар анасымен бірге бөлек тұрады. Алимент төлемейді екен. Анам Ерман ағам туралы айтқанда оның өзімен бірге алып келуге түбегейлі қарсы болған көрінеді. Сол сәттен бастап Ерман ағам нағашы атам мен апамның жанында болған. Тіпті нағашы атамның атына жазылған. Аты жөні Жұманов Ерман Жұманұлы. Көп ұзамай анамды үйден алып кетіп, шағын салтын жасап өз үйіне қондырды. Одан соң анам жаңа ата енесімен көп уақыт тұрмай бірден қалаға бөлек шығып кетті. Біраз уақыт пәтер жалдап, сандаулып жүріп, жатақханадан 1 бөлмелі ақшалары көтергенде сатып алады. Дәл сол уақытта маған аяғы ауыр болған екен. Әкем базарда біраз уақыт жүк тасушы болыпты. Анам болса бір үлкен супермаркетте еден жуушы қызметін атқарған екен. Маған аяғы ауыр болса да, біраз еңбектеніп, тырбаңдап ақша жинаған екен. Көп ұзамай көктемнің 1 айында мен дүниеге келдім. Иә, есімім Назима. Әкем қойыпты. Мен туылғанда да анам мені де жұмысқа ертіп алып, барып істеген екен. Көп ұзамай сіңлім Назира дүниеге келеді. Оның да есімі әкем қойған. Ол менен 2 жасқа кіші. Екеу болғандықтан анамның жұмысында қиындықтар шығып, біраз үйде болдық. Жанымызда әкеміз болды. Ал анамыз күндіз түні жұмыс жасап жүрді. Бізге әкем қарады. Әкем қанша мүгедек, құлағы естімейтін үлкен кісі болғанымен бізге мықты тәрбие берді. Жан-жақты шыңдады. Тазалықты мықтылап үйретті. Біраз әкем мен Ерманның бастары сыйыспады. 2 қошқардың басы бір қазанға сыймады деуші еді ғой. Екеуі үнемі ұрсып қала беретін. Себеп жоқ, бірақ ұрыс көп. Ерман ағам нағашы ата әжемнің үйіне тұратын. Назира екеуміз онда барғымыз келетін. Бірақ әкем ол жақта Ерман болғандықтан бізді үнемі жібермейтін. 4 немесе 5 рет қана барған шығармыз. Нағашыларымның үйіне барайыншы десем, әкемнің төбе шашы тік тұратын. Назира екеуміз бір мектепте оқыдық. Ол менен 2 сынып төменде болды. Арамыз 2 жасқа қана болғандықтан ба,
тым тете болып өстік. Мен 11-ші сынып оқып жүрдім, ал Назира 9-шы сыныпта болды. Екеуміз де сұлу әрі ұзын бойлы ақ құба болдық. Көп адам бізді байдың қыздары деп ойлайтын. Жүріс-тұрысымызда көкіректігіміз асып-тасып бара жатқан сөздеріміз біздің жағдайымызды білдіртпейтін. Біздің үй ішімізде бірен-саран ғана адам біледі. Оның өзінде көршілеріміз ғана. Көп жігіттер сөз салып, қаладағы танымал студиялар жұмысқа шақыратын. Бірақ 18-ге толмағандықтан ол жерлерде жұмыс жасай алмаймыз. Арада біраз айлар өтті. Мен мектепті бітіріп, кондитерлік оқуға түстім. Сіңлім де 9-дан соң сол жерге түсті. Екеуміз үнемі бірге жүрейік деп бір жерде таңдадық. Bir жағы қаражаттың жеткен жері сол. Өмір тосын сыйға толы екен. Мен күтпеген жағдай мені таң қалдырып, біраз уайымға салды. Бәрін бір Аллаға тапсырдым. Оқып жүріп, біраз випшкаларды пісіруді үйрендім. Bir жағы модель ретінде жұмыс жасай бастадым. Себебі бойының ұзындығы мен тіп-тіке жүретінім барлығын таң қалдыратын. Біраз ақша жинап алдық. Өзіміздің стипендиямыз да бар. Біраз жоспарларымыз бар еді. Бірақ әкем ақшамыздың барлығын алып алды. Құлағына жаңа аппарат алу керек екен. Сол үшін оған қатты қынжылмадық. Не дегенімен әкеміз ғой. Әкемнің денсаулығы біз үшін қымбат. Біреулер әкеге зар болып жүр. Әкемнің барына шүкір. Бірақ кейде әкем ұрсып, жекіген кезде қатты ашуым келеді. Өміріме налып, неге бұндай әке бердің деп Құдайға өкпелеймін. Өкпемді айтқан кездерім де болды. Бірақ кейін ұмытып кетемін. Алайда бәрібір іште бір нәрсе тұрады. Арада 1 жыл уақыт өтті. Әкем ойда жоқта мені оқудан шығарып алды. Ал сіңлім сол жерде оқып жатты. Маған саған оқудың қажеті жоқ. Одан да бір жағы модель болып, бір жағына тағы да бір жұмысты жасайсың. Әке, ол қандай жұмыс? Әкімшіліктен саған хатшының орнын тауып қойдым. Бас тартпа, мен мұны қанша уақыттан бері жоспарлап дайындап келем. Әрең дегенде тапқанмын. Жақсы жұмыс, жерде қалмайсың. Сенің модель болып жұмыс істеп тапқан ақшаңа жасанды диплом сатып алдым. Сол арқылы жұмысқа тұрасың. Әкетайым-ау, қалай бас тартамын? Бұл деген керемет қой. Оқымадым деп бастысы налыма, сен үйдің үлкенісің. Отбасыңды асырау сенің мойныңа жүктеледі. Анаң да қатты шаршап жүр. Қашанға дейін анаңның ақшасын жармасып отырамыз? Әрине әкешім, бас тартпаймын. Сіздерге қиыншылық көрсетпеймін. Уәде беремін, әкетай. Хатшы ретіндегі жұмысымды бастап кеттім. Әкем айтқандай жасанды дипломмен тұрдым. Бірақ оны ешкім білмейді. Білсе қатты айқайдың шығарып сөзсіз. Бақытыма орай қатты қиналмадым. Қағаз толтыру, бастыққа су, шәй апарып беру, барлығы менің ойлағаннан да оңай жұмыс екен. Көбісі қайда оқыдың, қандай университет, нақты қай салада деген сұрақтармен басымды қатырды. Бірақ ашып ешкімге еш нәрсе айтпадым. Қолым тимей жатыр деген желеумен көбіне құтылып кететінмін. Күнделікті жұмысымды бітіріп қайта бара жаттым. Бір көлік жаныма тоқтады. Өз келген денелі ірі жігіт. Үйіңізге жеткізіп салайын. Рахмет, өзім жете аламын. Бөтен ойым жоқ. Қорықпаңыз. Мазамды алмай әрі жүр. Мен сенен бөтен ойыңның бар жоғын сұраған жоқпын. Әрі қарай автобусқа отырып кеттім. Өзі бір түрлілеу секілді көрінді, бірақ расында қорықтым.
Бөтен көлікке отыру тым ерсіз көрінді. Үйге жеткенше жанымды шүберекке түйіп келдім. Неге екенін бір түрлі қорқып отырдым. Бірақ неге қорқамын? Күнде барып келіп жүрген жерім. Жігіттер қараса не болыпты? Тым әдемімін. Қараса көз тоймайтындай. Құдай ерекше қылып жаратты. Керісінше осындай ерекшелікке қуанып шүкіршілік етуім керек. Тым қорқудың қажеті жоқ деп өзімді сабырға шақырудамын. Үйге келдім. Келсем маған құда түсіп бір бөтен ер мен әйел кісі келіпті. Бірақ жанында ешкім жоқ. Күйеу бала қайда деп әкем сұрақтың астына алып жатыр. Олар болса қазір міне жолда екен дейді. Әкеме қарап қоямын. Бөлмеңе бар дегендей басын бұрды. Дереу бөлмеме кіріп кеттім. Назира отыр екен. Одан не болғанын сұрай бастадым. Назираның айтуы бойынша ол маған құда түсіп келген осы қаланың адамдары. Бар жағдайымды жасайтын көрінеді. Бірақ жігіт жұмыстан шыға алмай жатыр екен. Кешігіп келеді деп жатыр. Мен жайдың басын біліп алдық. Енді әкем не дейді, шешім қабылдар екен. Мен қазір тұрмыс құратын ойым жоқ. Мен жұмыс жасап, өз-өзіме көңіл бөлуім керек. Ата-анамды және өзімізге жақсы пәтер алу үшін ақша жинауым керек. Көп ұзамай есік қоңырауы басылды. Есікті анам ашты. Күйеу жігіт келген көрінді. Келіп амандасып білісіп жатыр. Бірақ неге екен белгісіз, даусы тым таныс. Бір жерден естіген сияқтымын. Есіктен сығалап тұрғанымда Назима бері кел деген дауысты естіп шошып кеттім. Жайлап шықтым да ас бөлмесіне қарай бара жаттым. Сөйтсем дәл сол жолда мені апарып салайын деп жатқан жігіт. Дәл өзі. Қарап тұрып жыным келді. Ашуым шығып тұрғаны сонша айғайлап бердім. Сен бе сонда өзің кешігіп келе жатсаң да жолда басқа қыздарға қырындап келе жаттың. Ондай адаммен қалай отау құрмақпын? Әкем ашуыңды бас қызым деп жатты. Одан сайын ашуланып кеттім. Тіпті қаным басыма шауып жатқандай. Тіпті тоқтай да алар емеспін. Бір уақытта әлгі күйеу бала сымақ. Неге сонша ашуланасың? Егер сол кезде көлікке отырғаныңда екеуміз қазір бірге келер едік. Мен сені таныдым. Таныған соң тоқтадым. Болашақ жарымен бірге болашақ ата-енемізге бірге керейік деген ниет болды. Ал сен асыра сілтеп жібердің. Шынымды айтсам, абдырап қалдым. Ата-анамыз да түсініп бір күліп алды. Ұялғанымнан сыртқа шығып кеттім. Қатты ыңғайсызданып қалдым. Бұрын дұрыс ойламаппын. Ашу дұшпан, ақыл дос деген осы шығар. Әкем келіспейтін шығар десем, ол кісі неге қарсылық танытпады екен? Соны түсінбей отырмын. Маған тұрмысқа әзір шықпа деп жатқаны қайда? Таныс дейін десем, енді ғана танысып білісіп отыр. Әйтеуір ойланып, әлек болып отырғанымда артымша әлгі жігіт шықты. Келді де жанымда отырды. Бірден әңгіме бастап кетті. Екеуміз тіпті таныспаппыз да. Менің есімім Асқар, сенің есімің Назима. Оны білем, жаңа айтты. Қай жылғысың? Оны сұрамаппын ғой. Жақсы, менімен сөйлескің келмей тұрған секілді. Өтінем, жақынырақ танысып біраз әңгімелесейік. Жұмыс жасап жүр екенсің. Ертең екеуміз үйленсек те жұмыс жасайсың ба? Солай де. Жарайды. Өзің ұзақ ашушаңдықтан кейін үнсіздікті ұнатады екенсің. Ендеше былай жасайық. Егер ертең екеуміз үйленіп жатсақ, сен жұмыс жасамайсың, үйде отырасың. Жоқ, неге үйде отыруым керек? Үйде
Үйде отырмаймын, жұмыс жасаймын. Жә, мақұл жасайсың. Тек сені сөйлескім келген. Оның бұл сөзіне шыдамай күліп жібердім. Солай екеуміз сөйлесіп кеттік. Өзім тым ақылды, сүйкімді әрі әзілқой жігіт. Маған расында ұнап қалды. Адамды сөйлете біледі. Еркектің мінезі бар. Батыл әрі ержүрек. Екеуміз біраз сөйлесіп болған соң әке-шешеміздің жанына бардық. Осылай олар өз үйлеріне қайтты. Үйге кірген соң бірден әкеме бардым. Әке, дұрыс шешім қабылдадыңыз ба? Маған біраз жұмыс жасайсың дегеніңіз қайда? Қызым-ау, осы қалада тұрады екен ғой. Жұмысқа жібереміз, бара береді деп жатыр. Жақсы кісілер көрінді ғой. Өзің де неге сонша ашуланасың? Жай, неге сізді жай ғана рұқсат берді деп жатқаным ғой. Жай қойшы қызым, шай тамағыңды іш те ертерек демал. Шаршаған шығарсың, иә, жақсы. Таңертеңгісін жұмысқа бара жаттым. Жолда Асқар жолықты. Мені жұмысқа апарып тастады. Өзімен бірге түрлі тәттілер алып келіпті. Онысына риза болдым. Егер ол мені бұлай еркелете берсе, мен басына шығып аламын ғой деймін ойланып. Жұмыстан шыққан соң тағы да келіп саябақтарға қыдырдық. Кешкі асымызды іштік. Екеуміз осылай күнде кездесіп жүрдік. Оған деген сезімім күшейе түсуде. Тіпті оны көрмесем тұра алмайтындай болдым. Бір күндері ол Ташкентке кетпекші болды. Өзі балмұздақпен айналысады екен. Ташкенттен балмұздақтың заттарын алу керек көрінеді. Солай 10 шақты күнге барып қайтамын деді. Қимай әрең қоштастым. Пойызге шығарып салып, өзім вокзалда біраз ойланып тұрып қалыппын. Кенет телефонның дыбысынан ес жидым. Анам хабарласып жатты. Алло, анашым, қызым, тез үйге жетші, өтінем. Мама, бәрі жақсы ма? Не болды? Жақсы емес, қызым, әкеңнен айырылып қалдық. Тезірек үйге жет, әкең қайтыс болды. Телефонды қояр қоймас таксиге міндім де үйге қарай асықтым. Келгенше екі көзімнен тоқтамастан жастар парлап жатты. Мұндай боларын кім білген? Бір демде неге бұлай болды салды? Әкеміз өмірде қалай сүрмекпіз? Үйге де жеттім. Біраз туыстарымыз жүр екен. Бір бөлмелі үйімізде толы адам. Ине шаншыр орын жоқ. Анам мені сыртқа шақырып, Назима, өз-өзіңді ұста, жарай ма? Көрсетін орынға барып отыр. Мама, не болды өзі? Әкем қалайша? Жүрегі бірден тоқтап қалды. Дәрігерлер алып кетті. Тексереміз деп жанына өзінің бауырларын кетті. Назира ана жақта отыр. Сен де жанына бар. Оған да қиын. Бір-біріне тіреу болыңдар. Мен ас үйде боламын. Анам кетіп қалды. Мен болсам келген адамдармен көрісіп отырамын. Қанша шыдайын десем де көзімнен жасым тоқтамай жатыр. Бұлай боларын кім білген? Арада біраз уақыт өтті. Әкемді қара жердің қойынына тапсырдық. Белгілеп қойған тойдың уақытын өзгерттік. Әкемнің қырқын өткізуге дайындалдық. Уақыт шіркін демде екен ғой. Адамның емес Алланың дегені болады. Әкемнің қырқын өткізіп болған соң көп ұзамай үйден ұзатылып шықтым. Өз үйіме, өз отбасыма бардым. Бірақ барған соң барлығы өзгерді. Күйеуім мені бірге құда түсіп келгендер оның ата-анасы емес екен, туыстары екен. Асқардан оны неге жасырғанын, туыстарың болса туысым деп неге айтпадың десем үндемейді. Үйде қартайған 70-тен асқан жүре алмайтын анасы бар екен. Ал әкесі
бұрындары қайтыс болып кетіпті және бір қарындасы бар. Олардан нақтысын сұрағым да тек осыларды айтты. Бойдақ кезінде күнде қыдырып әр нәрсе әперіп жүрген Асқар енді жоқ. Мінезі де өзгеріп, үйден көп шығатын болды. Тіптен апталап үйге келмейтінді шығарды. Оған не болып қалды деп ойлаумен болдым. Күйеуімнің туыстары болса, қанша көтересің, қашан көтересің, аяғың ауырлады ма деген сұрақтармен мені маза етті. Қалайша аяғым ауыр болады, егер күйеуім үйдің бетін көрмесе. Ақыры Асқар үйдің бетін көрді, келді де шаршап жатырмын, жұмыс көбейіп кетті деп ұйықтап қалды. Оған мен қарап тұрамын ба? Неге үйге келмейсіз, Назима, қойшы. Неге қоямын? Жан-жақтағылар менің миымды жеп жатыр. Мен қалай қоямын? Неге істеп жүрсіз? Өзі, не істеп жүрсіз? Қойшы дедім ғой саған. Неге жаныма тие бересің? Ұнамай ма кет? Бар да шешең мен сіңліңнің жанына бар. Бұлар миымды жейтіндей, білгенінде сені алмайтын едім. Бұл сөзіне қатты жыным келді. Ол мені тіпті көзіне де іліп тұрған жоқ. Заттарымды жинадым да кетіп қалдым. Ал ол маған қайта хабарласа ма деп үміттендім, бірақ хабарласпады. Үйде бардым. Тіп-тіке жүретін менің басым салбырап келдім. Анам мен сіңлім түріме қарап шошып кетті. Не болғанын түсіндіріп айтқаным да олар қатты таң қалды. Себебі оларға бұл жайлы мүлдем айтпағанмын. Өте бақыттымын деп алдап қоя салатын едім. Бірақ анам келген себебімді білсе де қайт деді. Оған таң қалған мен: «Мама, неге олай дейсіз? Көріп біліп тұрсыз ғой, ол мені өзі қуды. Мүмкін біреумен ұрсып ашуын сенен алған шығар. Олай босқа нәрселерге ашулана берме. Бұлай болмайды. Ел-жұрт естісе не дейді? Ұят болады, қызым». «Мама, бірақ ол хабарласпады ғой. Мен не істей аламын? Үйіндегі 70-тен асқан шешесін қараймын-ау, бірақ күйеуім үйде жоқ. Болса мен істеймін. Жынды болайын деп қаламын. Әр нәрсені бір ойлап жынданамын. Мама, қызым, қой, болды. Мені іздемеді деп кінәні одан іздей берме. Жұмыстан шаршап келгенде бірден зікіме. Оны дұрыс емес. Демалып болған соң таңертең сөйлессең де үлгеретін едің. Бар енді, бара ғой, қызым». Анамның айтқанын жерге тастамай қайтадан сол үйге бардым. Күйеуім үйде екен. Кірдім де кешірім өзім сұрадым, бірақ үндемеді. Мүмкін маған ашулы шығар деп жүре бердім. Қайта-қайта бетіне қараймын, бірақ менен жүзін ала қашады. Барған күні ертесіне тағы кетіп қалды. Мен бірақ бұл жолы бәріне шыдадым. Анамның айтқандары есіме түсіп, кетуге шыдамым жетпеді. Кәрі шешесіне қарасам, қаусыраған, дұрыстап сөйлей де алмайды. Маған дұрыс тіл де қатпайды. Ал қайын сіңлім болса, басқа қалада оқуда. Үйге көп келмейді. Кәрі енемнің шай тамағын беріп, күнім есік пен телефонға телмірумен өтті. Жұрт болса мені өсектеп, әлек, бедеу екен ғой, мүмкін бермей жүрген шығар деп мені кінәлаумен әлек. Ешкім еркектен кінә іздемейді. Барлық кінә әйелден. Күндердің күнінде күйеуім үйге келді. Бұл жолы шыдадым. Маған еш нәрсе айтқыңыз келмей ме? Мен сізге зат емеспін. Егер жасырып жүргенің болса, айтыңыз. Мен қазір жүк көлігін жалдап қойдым. Үйге дейін
бергеніңде есік қоңырауы басылды. Асқар барып есікті ашты. Екі кісі келіп, диванды, шифонерді, кухняны бұза бастады. Асқар менің артымнан келген заттарды неге бұзып жатыр? Олар біткенше жүр, сыртқа сөйлесіп қайтайық. Сыртқа шықтық. Асқар, сенен бір нәрсені жасырдым. Және сол үшін кешірім сұраймын. Толық айтайын. Сөзімді бөлме. Менің әйелім бар, бір қызым бар. Сені тек тоқалдыққа алдым. Адам қарасын деп алдым. Мен сізді сүйдім ғой, шын жүрегіммен сүйдім. Қатты жақсы көрдім. Тоқта, менің әйелім бар. Екеуіңді бірдей жақсы көремін деп ойладым. Бірақ сен өз әйелімдей бола алмайды екенсің. Қазір үйіңе апарып тастаймын. Шешеңнен бір ауыз кешірім сұраймын. Үйдегі жүк киім бәрін жүк көлігіне салдым. Содан соң көлікке отырдық та төркініме қарай жүре жөнелдік. Бардық та мені анамның қолына ұстатты. Жылауға да шамам жоқ. Ештеңе түсіне алар емеспін. Күйеуім, яғни бұрынғы күйеуім осылай мені үйіме әкеліп тастап кете барды. Менің анамның тағдырына ұқсас тағдырым осы. Енді анам сияқты жарым жан ажырасқан біреуге тұрмысқа шығатын шығармын. Білмеймін. Әйтеуір қазір үлкен күйзеліске түстім. Мұндайды ешкімге тілемеймін. Автор өз сөзін осылай бітірді.